Енді қазақтың заңы бойынша, заты бойынша сіздерге сұрақ. Гүлнардай алтын анамызға, қазақтың қызына, біздің Мөлдір ханым кім болады? Кім болады? Келін болады. Бұрысы келін болады сізге. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын болады дейді. Керегеңіз алтын болсын, шаңырағыңыз биік жарқын болсын. Енді бұл жерде келін болады. Ал біздің Мөлдірімізге, біздің Гүлнар ханым кім болады? Ене болады. Көріпсіз ғой, сондықтан енді бұл жерде мен қазір бір шағын келіндер бәйгесі деген өзім авторлық ойыным бар. Соны ортаға салғым келіп жатыр. Сондықтан сіз ене боласыз, қатыгез боласыз, қандай боласыз өзіңіз білесіз. Бірақ енеге сай болу керексіз. Қазір келінді тексереміз ортада. Қандай келін болады, қандай пысық келін бар, соның бәрі көрінетін болады. Но ардақты ағайын, Гүлнардай анамыздың Мөлдірге дейін түскен тағы да 4 келіндер бар екен. Үлкен келін, орта келін, кіші келін деген сияқты 4 келін бар екен. Осы сол 4 келінді шақырайын. Жаңадан келінмен бірге қандай болады? Тату ма? Абысын тату болса, ас көп дейді ғой. Мен сен қас келіндерін шақырамын. Дайынсың ба? Твои абысын ки. Олар анау-мынау емес, қорғал жынскийлер. Түсініксіз ғой? Дерзкий қыздар тоже. Сондықтан енді байқа жеп қоймасын, жұтып қоймасын, бірақ сенің генерал абысындарың болады. Ортаға Гүлнардай анамыздың, енеміздің 4 келінін қарсы алыңыздар, арабамыздың келіндері. Шабаланбай. Рахмет. Там енешка стоит, в один ряд стала. Тұрағандар, бір рядқа тұрыңдар. Үйче енелеріңіз тұрған жерде. Ал рұқсат болса ардақтаған видеоға түсіріп инстаграмға салу деген болмасын. Келістік қой, Ал 4 келін жақын тұрыңдаршы, енді абысыңыздар, мұнда екеу бір-бірін жабыстапты, күшті тату ойын келіңдер екеу. Екеу томпақ, екеу не үшін асы жетпейтін бірлеріңізге болыңыздар. Қарап тұрсаңыздар, Ал дайын болыңыздар. Сіздер ардақтаған әр ұлттың қыздары. Гүлнар апамыз молодец, разнообразие кәдімгідей. Біреуі Кавказ елінен, біреуі орыс, Россия, омбыдан түскен келін, біреуі Өзбекстаннан келген, біреуі вообще Индияның қызына қалып тұрса, Сондықтан енді жарыс түседі, бірі қазақтың қызы. Кішкене бері қарай тұрыңыз, Қас қараймыз, қай келін күшті, қай келін мықты, сіздің назарыңызды, сіздің ажарыңызды, сіздің биіңізді көріп ортада кәдімгідей баурап алатын болады. Қай келін ұнайды, сонымен де биге ойын салып құра бересіз, көреміз. Орыстың қызынан бастайын. Русская келінка, иди сюда. Кеші. Орыстар осылай компақ болады, еще. Чуть-чуть назад. Как тебя зовут? Маша. Маша, молодец. Маша, задача простая. Музыка боем, завоевать любовь Инешки. Чтобы все люди от тебя были в восторге. Вау, какая вообще классная у нее сноха, какая келинка суперская. Музыка бойлап, пляшешь, прям барасың, Инешканың қасында айналасың, билетесің, өзің білесің, но мыналардан лучше жаса. Келістік па? Сосын қайтып келесің. Мен болды дегенде қайтып келесің. И все. Готова, Маша? Молодец, Маша уверенная. Түскен Маша! Музыка! Халықтан шыққан болсын, аңғарама не бұқын жағдай. Наша, күшпетін болсын, айналып шықшықты жібер. Ағдарызға, өйде, шақ, өйде. Ененің атына не істеп жүрсің? Шіне алдынан шықпайсың, атына көз шықшып. Саған бір келін айтқан екен ғой, енем ат жаққа қарап тұрса көп қой береді деген. Сол сияқты атынан билеп тұрмын да. Саған сіз вообще мықты кісісіз, такая совсем қатты кейін енесізді, что алдыңызға шығып ортылы кәдімгі. Ал, кел, Маша, иди сюда, енеңізге қасы сәлем саласың, необычный. Мен айтам, қайненемнен, Гүлнар енен бір емес мың сәлем деймін, необычный ұқсамайтын сәлем саласың, музыка қоймайсың. Дайынсың ба? Бір, алтындай енеңнен, любимый қайненемнен бір емес мың сәлем. Хлеб доской тебе, Көрдің ба? Это старшая абысын. Көріпсің ба, да? Следующий, өзбечка. Кешті. Қайсы? Өзбечка ма? Енді Өзбекстанда ыстық бұл, қура қапты кішкене ештеңесі. Музыка қоям. Өзбекші. Би дейсің, ененің көнінің табасың. Келші қоям. Есіміз кім? Жоқ, музыка қойып өзің білесің естесің. Есіміз кім?
Совсем қатты тұрады екенсіз ғой, атында ұмытып қалып тұғын ғой байғұс. Есіміз кім? Дильфуза. Өте деген қиынады, Дильфуза дейді. Дильфуза. Мәссаған, Дильфуза, готова. Музыка қоям, Инешканың көлінен тап, өзімде жарып жібер. Идағы алдарыңызда Дильфуза деген Өзбекстаннан келген келін. Музыка, жібеш Дильфузаға. Ұра бер. Қиынбай, қиынбай. Байғұс кейін сау кесмеген ойын бәсі. Молодец, аяғынан жатылмай тұр. Енді сәлем бар. Только ерекше, ана Машаға ұқсамайтын. Че это Маша? Необычный, кішкене қазақ қалыптайсыңдар ғой Өзбекстан. Сондықтан Дильфуза, необычный сәлем. Қайнененде Дильфуза келін, бір емес 1000 сәлем. Ой, полностью берілген бір өлі құдай өшеш. Кеш, мал сонау. Кавказ елінен келген кейін, тау халқынан келген кейін, одна из любимых келіндер. Неге десем, оказывается, 9 баламнан аш 10-шы аяғы ауыр екенін арасында. Енді көп балалы ана, кішкене сыйлап отырайық. Бұл бірақ ортаңғы келін. Это твоя ортаңғы абысынка. Лейтенант примерно сондай бар. Алдайсыз ба, кавказский ойы, характер, қаным шабаттағы, енешкіні тура курс, айналдырып кәдімдей бір қыздырып аласың. Ешқайсымен дұрыс билеген жоқ. Көрдің ғой? Она их не любит, как не лучше дайын. Так что жібер. Дайынсың ба? Итак, алдарыңызда есіміз кім вообще? Фая! Не деген Фая? Алдарыңызда Фая! Встречайте! Кавказская! Көрді! Аста! Жанса! Фая жүрді, не досың ғой, кеш, не бесей бе? Жымына тиіп тұрсына пісе күнді. Дайынсың ба? Бір емес Фая, қайненіне бір емес 1000 сәлем, необычный. Ахмат Сила деп көші шөрізді. Қошымен тұрып қой, Кавказдың қызы ғой. Это жаңағы енді примерно сенің алдына түскен, ид алдына түскен кейін. Кеш, құдай алы деші. Қандай жүзі жарқыраған, қабағы ашық, қонақ жай өзі. Сондай бір жаңа түскен келін, дым білмейді бақа, сондай келін ғой. Енді дайынсың ба? Маған айтып отыр, енді сен жақсы келін, жақсы көреміз деген сияқты. Индиядан түскен келін. Бұл кісі енді Ананди. Если она Ананди, вы автоматически Каляни боласыз, понимаете, да? Сонда Ананди мен Калянин арасындағы жылы сезім сипатты көрейік. Дайынсың ғой, жарып жібер қалып, бәрі саған қарап отырып естиді екен деп ал. Ондай болса, ұнаса билейміз бірге. Итак, музыка кетеді, сол кезде бүйтесің, халықтан шапалақ осыған, сосын бұлай жібересің, жібер тұрып, иә? Алдарыңызда Индиядан түскен Ананди деген келін, музыка! Дайынсың ба? Қол жақ! Сұрап, кішкене, сұрап. Мені Гүлнар ханым предупреждала. Үйде 5-ші келінісі батыр, 5 келіні бар, соның ішінде біреуі қуақ деген. Қошымен қойықшы ана деген, дұғыл шамала. Ондай болса, қазақтың салты бойынша қас сәлем саласыз, ерекше, необычный, аналарға ұқсайтын болмасын. Келістік па? Қайненене, Гүлнар да енене бір емес 1000 сәлем. Ештеңе, ойбай. Аяғы тиер.
рахмет. Бұл Индияда солай ғой. Не то что адамның аяғын, ол жерде сиырдың аяғын тұяғын сүйіп жүреді ғой, ішіне. Қазақтың қызын қарсылайық, қошемет тұрғанда кел жолда. Енді рұқсат болса, бұл енді сіздің енеңіз алғаныңыз. Мен қазір бұл жерде Қамажай деген әнді қоямын. Сіздің задачаңыз только анау ананы қосап жатағап доғалып жүрмеңіз. Әдемі, керемет түрде жеткізіңіз. Барасыз да, задача простая. Енешканың басын айналдырмай тақ етіп құлатасыз ғой, өзіңізді қойып дегенде. Көлмен баурап ал деген сөз ғой. Дайынсыз ғой. Былай болады. Егер мөлдірдей қыздарымыз, яғни анамыздың келіні отырағап бере жатса, енешкасы соны қайталап жатса, уже понятно, арасында взаимосвязь бар екені, бір-бірін жақсы көретіні көрінетін болады. Қолын бүйтіп айналып бересе, енешкасы солай қайталап жатса, саған екеуі жан подружка деген ретінде болады. Келісіп па? Ал, дайынсыз ғой. Енеңізді баурап аласыз ғой. Ондай болса алдарыңызда қазақтың қызы Мөлдір ханым Гүлнар апамыздың қазақ келіні. 1, 2, 3 музыка. Қамажай! Енешканы қайталап тұрса, кішкентай жүрді. Aynalıp bilir, körüktü kızı. Aynalıp bilir. Yengeçte kaynalıp. Kandan gidilir. Bilir. Batıyakça. Ama birbirine kazaktın kızları. O şeye kazaktın bilir. Aksal kerat sürmeyle. Şaldıktan da ayıp ol. Saltaptan gelmeyle. Әнайқан да айыбым мөлдір-ай, барма менің жазығым. Жанай, салты тұрмын бір гигай, биппылы-ай, салты тұрмын бір гигай, биппылы-ай, салты тұрмын бір гигай. Ей шіркін, рахмет, келіс, ұнады ма кейін? Сіз ойба, бір гигай Қазақтың салты бойынша ерекше сәлем салыңыз. Бізде аяқ сүйу деген жоқ, сразу қойып. Келістік қояды, әдемі бір сәлем болсын. Қайненеңізге Алла жазса, Гүлнар да енеңізге келінжан бір емес 1000 сәлем. Қош екен. Құтты болсын. Төздерді сізге беріп алып көмеге болады, жұмсары бар. Ал енді рұқсат болса, сұрақ мынандай, осы 5 кенің ішінде ең сізге деген жақыны, ең сізге деген адалы, көзіңізге майдай жаққан, ең бүгінгі тойда жатқан, мықты болған супер келін кім? Мөлдір келін. Қош еместі ойын!